Баршаңызға сәлем, мен сіздерге бүгін үй жағдайында теріскенді қалай кетіру керектігін видеода айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Теріскен қабақтың шетінде пайда болатын ауырсынатын қызыл төмпешік, түрі безеуге ұқсайды. Теріскен кірпіктің тамырына бактерия түскенде пайда болады. Бұл қабақтың май бездерінің бітелуіне және жұқпалауына апарады. Ауру жеңіл жайсыздық пайда болуымен сипатталады, бірақ әдетте емделіп жазылады. Теріскен әсіресе балалардың арасында кең таралған. Қазір мен сіздерге теріскенді емдеуге арналған пайдалы әрі нәтижелі үй жағдайында жасауға болатын тәсілдерді ұсынамын. Есіңізде болсын, теріскенді ешқашан қасуға болмайды. Оны емдеудің қарапайым тәсілі: 2 шай қасық қырмызы гүліне 2 мг қайнаған су құйып 20 минут тұндырып қойыңыз. Сүзіп алып теріскенге жақсаңыз, оның нәтижесін байқайсыз. Екінші әдіс: жұмыртқаны таза пісіріп алып, мақтадан жасалынған майлыққа орап, қабағыңызға қойыңыз. Сонымен қатар, қабығымен қайнатылған картоптың да пайдасы зор. Ол үшін қайнатылған картопты жылы күйінде қабағыңызға қойсаңыз болады. Теріскен енді шыға бастағанда көзге таза сүлгіні сулап, ысытып басады. Немесе түймедақтан тұнба жасап, сүлгіні тұнбаға малып, ыстық күйінде басу керек. Теріскен шыққан көзді сарымсақпен 2-3 күн бойы ысқылап сүртеді. Көп жылдық алоэның бір жапырағын кесіп алып, 1 шай қасық шырынын шығарып, таза ыдысқа құяды да үстінен 10 шай қасық қайнаған жылы су құйып араластырады. Дайын болған қоспаға таза дәкені малып, теріскен шыққан көзге таңады. Теріскен шыққан жерді 70% этил спиртімен сүртсеңіз көмегін береді. Түйме шетен өсімдігінің сары гүл шоғырының кептірілген түрінен 5-6 данасын шайнап, сумен жұту керек. Емдік гүлді күнінен осы тәсілмен 4-5 рет қабылдасаңыз, теріскеннен біржолата арыласыз. Көзге теріскен шықса, күніге 3 мезгіл 1 лавр жапырағын жарты стақан қайнаған суға салып, 15 минут тұндырып жылы күйінде ішсеңіз, тез пайдасын тигізеді. Есіңізде болсын, егер теріскен 10-14 күн ішінде өтпегені мазаласа, дәрігерге көрініңіз. Сондай-ақ келесі симптомдар болуында да дәрігерге көріну қажет. Яғни, бірінші, қабақ ісінгенде, үйдегі емдеуден кейін ауырсыну күшейсе, алғашқы 2-3 күннен кейін ісіну күшейсе, қабақтағы шаншитын ауырсыну, төмпешіктен ірін немесе қан шығуы, қабақты ұстағанда ыстық қызба немесе қалтырау. Егер де сізде осы белгілер пайда болса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Теріскеннің алдын алудағы оңтайлы тәсіл гигиенаны қатаң қадағалау. Көздің маңайы таза болуы тиіс, макияж бен кірді тазалау қажет. Көз макияжына арналған заттарды 2-3 айда ауыстыру қажет. Басқа адамдардың құралдарын қолдануға болмайды. Көзді ұстар алдында қолды жуыңыз. Контактілік линзаны киер алдында және шешу алдында қолды мұқият жуыңыз. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.